Басқа қалаға көшуге 2 күн қалғанда азында ертерек тұрып, үйлерімді жинастырып, тамағымды дайындап, палауымды пісіріп қойдым. Енді келін болғаннан кейін бір жаққа шықпастан бұрын осы тірліктерді бірінші дайындап қояды. Балаларымды киіндіріп, мына жерде такси күтіп тұрмын. Әрине, төркініммен судың жағасына демалысқа келдік. Ал енді сен Астанаға көшесің ғой, отырайық деп осылай келіп қалдық. Қойдың етінен шашлық жедік, ал балалар суда. Жүзіп білмейтін балалар әжесімен чипсы жеп осылай судың жағасында отырды. Ауа райы енді күшті ыстық болып тұрды. Үлкен балалар судан шыққан жоқ, ал біз де жүзіп білмейміз, әшейін судың жағасында аяғымызды батырып жүрдік. Балалар енді суды жақсы көреді ғой, очкимен дайындалып келген. Әжесі әмір кетеді ғой деп мына жерде суретке түсіп алып жатыр. Ал Ақжан судан қорқып, даже киімін шешкен жоқ, судың жағасында лайды басып жүрді. Ал мына жерде 2 бөлесі құммен ойнап отыр. Сосын қарбыз жеп алдық. Алғашқы жаздың қарбызы, ташкентский қарбыз өте дәмді екен. Сосын тауықтың етінен тағы да шашлыкты жеп алып, қарнымызды тойғызып, 2 машина болып келгенбіз. Келерде қайтарда 1 машина болып осылай барлығымыз сыйысып ығысып қайттық. Балалар шаршады әбден.